Бауыржан Момышұлы 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен Бауыржан Момышұлы даңқты генерал-майор Панфиловтың басшылығымен Алматы облысы Талғар қаласында жасақталған 316-шы атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанды. Мәскеу үшін шайқаста аға лейтенант Бауыржан Момышұлы басқарған батальон жауынгерлері асқан ерлік көрсетті. Жауынгерлер батырлықтың, тәртіптіліктің, ұйымшылдықтың үлгісін көрсетіп, өздерінен күші 4 есе басым жаумен бір ай бойы күресіп, дұшпанды ойсырата жеңіліске ұшыратты. Момышұлының әскери қолбасшылық қызметінде соғыстың ең шешуші Мәскеу түбіндегі шайқас ерекше болды. Мәскеу түбіндегі ұрыста Бауыржан өз батальонын 27 рет шабуылға бастап шықты. 5 рет қоршауды бұзып, негізгі жауынгерлік құрамымен Аман-есен дивизиясына қосылды. Жалпы өзінің айтуынша, нацистерге қарсы 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет өлімнің құрсауында қалған, 2 рет өлімші болып жараланған. Алған жолынан, айтқан сөзінен қайтпайтын қайсар командир Бауыржан батальонның соғыс қимылын жаңа тактикаға жанастыра отырып, операцияны орынды да шебер басқара білді. Мысалы, генерал-майор Панфилов дивизиясы бөлімдерін жаңа шепке жылжып орналасу үшін Бауыржан Момышұлына өз батальонымен жаудың шабуылын 4 күн тежеп, ұстап тұруға тапсырма береді. Батальон өзінен 10 есе көп жау тобына қарсы шайқасты. Оған ілгері жылжуға мүмкіндік бермеді. Бұл тапсырманы ойдағыдай орындап, немістердің мыңдаған адамын жойып, 5-ші күні орман ішімен жүріп, өз дивизиясына қосылу әрекетін жасайды. Ол оңайға түспейді. Айнала қоршаған жау әскері. Осындай жағдайда Бауыржан Момышұлы түнде жүріп және мынандай амал-қулық жасайды. Жолмен жүріп бара жатқан жау колоннасының арасына байқатпай кіріп, батальонына немісше бұйрық беріп, бір қолайлы қалқа жерге келгеннен кейін жолдан шығып кетеді. Сөйтіп Аман-есен өз дивизиясына келіп қосылады. Жау қоршауын қайта-қайта бұзып өтіп, дивизияға келіп қосу үлгісі тек Бауыржанның ғана қолынан келетін тәсіл болатын. Кейіннен генерал-полковник, Кеңес одағының батыры, 8-ші гвардиялық дивизияның қолбасшысы болған Чистяков Дружба народов журналында жариялаған естелігінде былай деп жазды. 1073 атқыштар полкының командирі майор Момышұлын мен соғыстан бұрын білетінмін. Біз қиыр шығыста бірге қызмет еткенбіз. Ол қазақ ұлтынан шыққан, алған бетінен қайтпайтын, қатал мінезді, сымбатты келген жас командир болатын. Оны ерекше ерлігі мен тапқырлығы үшін Панфиловтың өзгеше жақсы көргенін де білетінмін. Мәскеу түбінде оның батальоны полктан хабар ошарсыз күйде бірнеше күн қоршауда қалып, қалың жаумен қиян-кесті ұрыс жүргізген. 2 тәулікке созылған қырғын соғыста гвардияшылар 400-ден астам фашистердің көшін жойып, олардың Волоколом тасжолы арқылы жасаған шабуылын тырп еткізбей бөгіп тастаған. Содан кейін орман ішінде маневр жасай отырып, өздерін қоршаған жау шеңберін тас-талқан етіп бұзып шығып, полкке келіп қосылған болатын. Осы ұрыстан кейін Панфилов Момышұлының батальонын өзінің резерві етіп ұстап, оны ең қиын қыстау жерлерге ұрыстарға жіберіп отырды. Соның бәрінде де батальон үздіксіз жеңіске ие болды. Бектің арпалыс атты еңбегінде Бауыржан Момышұлы кейіпкердің аузымен былайша сипатталады. Батальон төрткүл қиықша тәрізденіп бір қатардан сапқа тізіледі. Мұндай жауынгерлік тізіліс тәртібін әскери тілде ромб деп атайды. Осы қиықшының былайша ромбының ортасында арбалар мен зембіріктер орналасады. Менің әмірім бойынша жүріп бара жатып залпымен оқ ату керек. Атқанда әуеге емес, жерге емес, жауды көздеп ату керек. Осы қалпымен бір мезгілде 700 винтовкадан дүркіндеті үздіксіз оқ жаудырған батальон немістердің бас көтеруіне мұржа берместен жайпап өтіп, қоршаудан шығып кетеді. Бұл арада Бауыржан Момышұлының әскери қолбасшыға тән негізгі мұраты жаяу әскерді оқпен, маневрмен сақтау керек. Оның жолын оқпен аршып, оқпен өткел салу керек. Бауыржан Момышұлының әскери қолбасшылық біліктілігіне тән тактикалық маневрлік әдістерінің бірі жауды қоршауға ала шабуылдап жою. Мысалы, Мәскеу түбінде шайқаста фашистер иеленген Трошкова, Баркловица, Трохова, Каншина, Бородина атты 6 қыстақты өзі басқаратын полкты 6 топқа бөле, түн ішінде шабуылдап түгел басып алады, жауды талқандайды. Енді бір ұрыста оның 120 жауынгері 600 адамдық фашист әскерін талқандайды. Қаһарман қолбасшының соғыста тағы бір қолданған амал әдісі шайқасып жатқан елді мекенді тастап, шегініп кетіп, қайтадан тұтқи жолдан шабуылдап, қайтарып алу, жауды қуып шығу болған. Мысалы, осындай қулықты 1941 жылғы Мәскеу түбіндегі Матренино деревнясы үшін болған ұрыста қолданды. Қиян-кесті шайқас кезінде рота командирлеріне қыстақты тастап шегінуге бұйрық береді. Бұл шешімді бастапқыда олар және батальонның саяси іші жөніндегі орынбасары Толстунов түсінбейді. Тек жеңіске жеттік деп масайрап, үйлеріне кіріп, осансыған, тіпті күзетте қоймаған жау әскерін батальон 3 жақтан шабуыл жасап, адамдарын қырып, қуып шыққанда бұл тактиканың дұрыстығына көздері жетті. Осы амал арқылы адам шығыны болмайды, және немістердің көптеген қару жарағы, техникасы, маңызды құжаттар қолға түсіріледі.
Баукеннің айтуынша соғыс кімнің кім екенін тез-ақ анықтап береді. Мәскеу түбіндегі шайқастар Бауыржан Момышұлының кім екенін танытып қана қоймай, жастарды тәрбиелеу жұмыстарындағы олқылықтарды да ашты. Қазақ халқы қолма-қол соғыста мол тәжірибе жинағанымен, машиналы соғысқа жаппай бірінші рет кірген еді. Сондықтан ұрыс алды әскери дайындықты күшейту керек екенін алғы шеп командирі ретінде ол өте сезінді. Ең сорақысы тарихын, тілін, дәстүрін білмейтін жастар көбейе бастаған. Олар ұлттық құндылықтарын білмеген соң ұлттық мақтаныштары оянбайды. Ұлттық мақтаныштар оянбаған соң рухы көтерілмейді. Ал рухсыз әскер қарумен қанша бөліп қойсан да жеңіске жетпейді.